Дұғадан кейін бет сипау мәселесіне келетін болсақ, бүгінгі таңда бұл амалды орындамайтын жандарды кездестіріп жатамыз. Дегенмен дұғадан соң бетті сипау мұстахаб амал, яғни шариғатта негізі бар, құпталған іс. Имам Термизи риуаят еткен хадисте Хазіреті Омар радиаллаху анх былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға ету үшін қолдарын көтерген кезде оны жүзіне сипамай түсірмейтін еді дейді. Сонымен қатар танымал ғалым имам ан-Науауи өзінің әл-Мәжму атты еңбегінде дұғадан кейін бет сипауды дұғаның әдептерінің бір ретінде атап өткен. Бұл ата-бабаларымыздан жалғасып келе жатқан шариғатта негізі бар қалыптасқан амал. Оны жоққа шығару немесе айыптау дұрыс емес. Халқымыздың салт дәстүрінде де бұл амалдың өзіндік орны бар. Бұл дұғаның қабыл болуын үміт етіп, ықыласпен жасалатын көркем әдептеріміздің бірі болып табылады.